тахаджудке тұрудың үлкен пайдаларының бірі, тахаджудте адам үшінші дәреже нәпсті сезініп өмір сүре бастайды. Яғни тахаджудке тұрған уақытта Аллах Тағала сездірте бастайды. Бүгінгі күніңде не болатыны деген секілді. Сол үшін ғой жаңағы андай тағдыр кітабының 4-еуі бар, 4-шісі жаңағы фаджр уақытында, таңғы уақытта түсіріледі, бір күндік планның жаңағы жоспардың кітабы деп жазылады ғой. Сол үшін фаджрда дұға етіңдер, сол кезде сол кітапқа әсер ете аласыңдар мәселесі бар ғой. Сол себепті тахаджудке тұрған уақытта, таң намазға кіргенге жарты сағат, 1 сағат қалған уақытта тұрып, сол кезде адам өзін тыңдау керек. Сол сезімді тыңдай алса, болды. Одан кейін соған сай өмір сүрсе, бір күн бойы барлығы жақсы өтеді иншаллах. Бірақ егер ол жерді өткізіп алып естімей қалса, онда қай жерде басу керек, қайда тоқтау керек, оны уақытылы сезінбей қалуы мүмкін. Бар бір нәрсе не кіріп кетуі мүмкін, немесе басу керек жерде тоқтап қалып мүмкіншілік өткізіп алуы мүмкін. Ондай нәрсе бар. Сондықтан енді тахаджудке тұрсаңыздар, иншаллах, жаңағы нәпсінің 3-ші дәрежесіне аяқ баса бастайсыздар.